Қайырлы күн достар, бүгінгі біздің подкастта тақырып сана рух тіл. Бүгінгі подкастта мен Байлауұлы Ермар, Серікхан Елжас, Яшпайбек. Біздің бүгінгі маңызды тоқталатын тақырыбымыз сана рух тіл, яғни үшеуі бір-бірімен байланысқан. Ендеше әңгімені санадан бастайық. Сіздерше сана дегеніміз не? Менің ойымша сана адамның ойлау қабілетімен тануы. Мысалы жануарлар, түйісіктер өмір сүреді, ал адамның санасы ой түйеді. Айтпақшы, сендер қалай ойлайсыңдар, санасы оянған адамды қалай тануға болады? өте жақсы сұрақ. Санасы оянған адам бірінші кезекте ізденгіш, ойы терең болады. Ол тек өз пайдасын емес, қоғамның болашағын да ойлайды. Ал енді тіл туралы айтайықшы. Сендер үшін тілдің орны қандай? Тіл дегеніміз, тіл ол ұлттың айнасы. Егер тіл болмаса, біз өз тарихымызды, мәдениетімізді жеткізе алмаймыз. Бізге атадан мұра болып қалған өз тілімізді құрметтеп, әрқашанда бірінші орынға қойып отыруымыз керек. Сендер менің ойыма қосыласыңдар ма? Толықтай қосыламын. Сана ойды тудырады, ал тіл сол ойды жеткізеді. Тіл болмаса сана дамымайды. Мысалы, ғылымда, әдебиетте тіл арқылы жетіледі. Осы орайда сұраймын, тіл мен рухтың байланысы ше? Тіл рухтың тірегі. Рухсыз тіл әлсірейді, тілсіз рух жоғалады. Екеуі бір-бірін қолдайды. Мысалы, өз тіліне бей-жай қараған адамның ұлттық рухы да әлсіз болады. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Рухты қалай тәрбиелеуге болады? Рухты ең алдымен тәрбие, тарихты білу, дәстүрді құрметтеу арқылы тәрбиелеуге болады. Рух дегеніміз бұл адамның ішкі тылсым күші. Рухың мықты болса, тілің де дамиды, санаң да биіктейді. Сендерше менің осы айтылғаныма келісесіңдер ме? Дәл айттың. Сондықтан да сана, тіл, рух ұштаған сияқты. Біреуі әлсіресе, екеуі де құлайды. Сонымен достар, біздің әңгімеден түйгеніміз сана ойдың бастауы, тіл сол ойдың жеткізетін көпірі, ал рух оны асқақтататын күш. Осы үшеуін сақтасақ, біз мықты халық боламыз. Сана рух тілінің ортақ құндылығы, адамның және халықтың болмысын сақтау. Сана адамға ойлауыңды, тануыңды, дұрыс шешім қабылдауды үйретеді. Рух сол ойды жүзеге асыруға күш-жігер береді. Тіл сол оймен рухты жеткізіп ұрпаққа аманат береді. Үшеуі бірігіп ұлттың тәуелсіздігін, бірлігін және мәдениет сақтауға қызмет етеді. Егер біреуі әлсіресе, қалған екеуі де әлсірейді. Сондықтан олардың ортақ құндылығы адамды да, халықты да тірі, мықты ұстап тұру. Бұнымен қорытындылай, сана, рух, тіл адам болмысының ажырамас үш тірегі. Сана адамның дүниені танып, ақиқатты айыру қабілеті болса, рух сол санадан қуат алып, адамды жігерлендіретін ішкі күш. Ал тіл сана мен рухтың сыртқы көрінісі, оларды ұрпақтың ұрпаққа жеткізетін қасиетті құрал. Бұл үштік бір-бірін толықтырып, адамды да тұтас ұлтты да биік деңгейге көтереді. Сана дамса, ой тереңдейді, рух биіктесе, ерік пен жігер күшейеді. Ал тіл сақталса, ұлттың болмысы мен рухани қазынасы ұмытылмайды.